Сәлем достар, каналға қош келдіңіздер. Бұл видеомда иммун жүйесін күшейтудің 4 ғылыми тәсілін айтамын. Адамның иммун жүйесі күзге және қысқа таяу біршама әлсірейтіні белгілі. Бұл уақытта инфекция да көбейеді. Аяқ асты ауырып қалуымыз мүмкін. Ал вирус не бактерия жұқтырмаудың, жұқтырса да емделудің бірден-бір жолы бұл иммун жүйесін күшейту. Ендеше ғалымдар айтып жүрген иммун жүйесін күшейтудің 4 ғылыми әдісін атамақпын. Бірінші, спортпен айналысу. Нақтырақ айтсақ, физикалық жаттығу мен қимыл қозғалысқа көп мән беру керек. Спорт пен қимыл қозғалыс сау иммун жүйесін сақтаудың ең оптималды жолдарының бірі. Адам жас болса да, қартайып қалса да, спортпен айналысқаны дұрыс. Тіпті қарт кезінде спортпен айналысқанның өзінде иммун жүйесін көтеріп алуға болады. Спорт адамды күйзелістен арылуына, дұрыс ұйықтауына, қабынуды азайтуына көмектеседі. Бірақ бір айта кетерлігі, спортпен қатты шұғылданып кетуге де болмайды. Яғни ағзаны қатты қинаудың қажеті жоқ. Ондайда керісінше иммун жүйесі әлсіреп кетеді. Екінші, ұйқыны қандыру. Адам ұйықтаған сәтте ағзаның өзін-өзі қалпына келтіру процесі іске қосылып, ми улы заттардан арылады. Иммун жүйесін жақсарту үшін ұйқы өте маңызды. Ұйқы қанғанда ғана ми толық демалады. Ал толық демалған мидың жүйке жүйесі орнығып, иммун жүйесімен жақсы байланыс орнайды. Үшінші, ашытылған тағам жеу. Ғылымда пробиотикалық, яғни ашытылған тағамдардың иммун жүйесін жақсартатыны дәлелденген. Ондай тағамдарға ашытылған қияр, ашытылған орам жапырақ, ашытылған сүт пен айран, йогурт, кимчи сынды тағамдар жатады. Бұл тағамдар адамның ішектегі жақсы бактерияларын көбейтіп, жаман бактерияларын азайтады. Төртінші, С, Д дәрумені мен мырышты толықтыру. Ағзаға күзде С, Д дәрумені аса қажет. С дәрумені лимон, апельсин, алма мен бұрышта көп болады. Ал Д дәрумені иммун жүйесінің жаңа жасушаларды өндіруіне, ал мырыш сол өндірілген жасушалардың жұмыс істеуіне көмектеседі. Және де ішек пен иммунитеттің байланысып жатқанын біле жүріңіз.